Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге беттен қалай құтылу керек жайлы ақпаратпен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіз. Беттен құтылудың 5 тәсілі. Бірінші, керосин. Май мен керосинді 1-10 есебімен араластырыңыз. Дайын болған сусынды шашыңыздың түбіне жағыңыз. Пергамент қағазымен ораңыз. Сыртынан орамалды тағып жатыңыз. Таңертең шашыңызды балалар сабынымен жуыңыз. Сосын өлген бит пен сіркені сірке суына салынған майда тарақпен тараңыз. Екінші, лимон, мүкжидек, анар шырыны. Бұл жеміс шырындарының құрамы қышқылға бай. Сондықтан да биттен құтылу үшін осы шырынды шашыңыздың ұзындығына жағыңыз. 1-2 сағаттай басыңызды орап алыңыз. Белгіленген уақыт өткен соң шашыңызды су сабынмен жуыңыз. Майда тарақпен тараңыз. Нәтижесін көргіңіз келсе, ақ түсті матаға тараңыз. Үшінші, мүкжидек жемісі. 3 уыс мүкжидек жемісін езіп, шашыңыздың түбіне жағыңыз. Ал шырынын шашыңыздың ұзындығына жағып, полиэтилен пакет киіп алыңыз. Сыртынан сүлгіні орап, 3 сағат жүріңіз. Белгіленген уақыт өткен соң шашыңызды жуып, майда тарақпен тараңыз. Төртінші, сірке суымен қосылған су. 70% 1 тамшы сірке суы 10 тамшы таза сумен араластырыңыз. Дайын болған емдік сусынды күніне 1 рет өзіңізге ыңғайлы уақытта шашыңыздың түбіне жағыңыз. Шамамен 10-15 минут өткен соң шашыңызды ағынды сумен шайыңыз. Емдік мерзімі 3 күн. Бесінші, қылқан бұтақтары. Жарты шелек қылқан бұтақтарына су құйып, отқа қойыңыз. 2-3 сағат қайнатып алыңыз. Белгіленген уақыт өткен соң сүзіп алыңыз. Алдымен шашыңызды сабынмен жуып, артынан жылы тұнбамен шайыңыз. Сосын сүлгімен орап, төсекке жатыңыз. Бұл тұнба бит пен сіркеден арылтады әрі шашыңызды жылтырлатады. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы немесе қызықты болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым, қош сау болыңыздар.